Ассаляму алейкум, урметли серджилер. Бу UATV студияда Украина хабарлары бүгін апрельнің 6-сы Жума эртесі күні. Бу hafta olып кечкен вакалар хакында сізлерге тариф этмеге азырмыз. Украина президенті сайлауларының бірінші туры нәтижелері апрельнің 7-сінде илан етілі. Боқта Меркези сайлав комиссиясы білдірді. Комиссия рейсінің мовины Евгений Радченконың сөзлеріне көре, алазарда 199 бөлге комиссияларындан 197 енді протоколларны теслим етті, да екі комиссия қалды Бухарке ве Херсон вилаятлары. Алдын нәтижелерге көре екінші турға Володимир Зеленский ве Петро Порошенко чыға. Рейберуф апрелін 21-інде олмақ керек. Екінші турға чыққан намзетлерінің сайлав алды штаблары мұнақашаларға азырлық көрмекті. Береберлікте давалы меселелер музыкире етілді. Петро Порошенко тақымы илк эвеля мудафа тышқы сесет ве ислатларны музыкире етмеге істегенлеріні мұнақашалар бір қач басамақтан олмақ кереклігіні білдірділер. Зеленскийнің тақымы есе да бір керек кечірележек ер ақында деділер. Ве Олимпийский милли спорт комплексінің мейданы ән ұйғын олғаныны қайдеттілер. Ве сығымлығына диққатшы чектілер. Украин халқы да мұнақашалар өткерілівіні істей, бұны демократик тәшебіслер фонду тарафындан кечірілген сұраф нәтижелері көстерді. Мемлекетінің эпосы бөлгелерінден 1600 инсан іштирак етті. Слід сказати, що підтримка дебатів дуже висока. Қайдетмеліміз ки мұнақашаларны істегенлер чоқ. 74% кереклігіні білдірді. Олардан 40% мұтлақа олғаныны белгеледі. 30% ола біле, 18% керек дегіл. Сайлавларда іштирак етмеге істегенлердің файызы да зияды. Дебаты будут. Мұнақашалар эр вариантта кечірілежек. Яғни бұ ерде не айтмаға істеймкен намзетлер келсе де, келмесе де, бұ вақытны тамам мұнақашалар үшін айырмақ керекміз. Бұ вақытта не олажақ, яда мұнақашалар, яда башқа бір шейлер, амма мұнақашаларны өткережемкміз. Русия Федерациясы тынтувлерінден сон тевқиф етілген қырымдатарларны азат етмелі. Human Rights Watch халқара құқық қорғау тәшкилаты қырымдатарлардың мартның 27-сінде Қырымда тұтылғаны ве март 27 ве 28-сінде тевқиф етілгеніне қаршылық көстерді. Тевқифлерге ерлі халқара басқаларының артырылуы ве инсан ақлары ве демократияның бұзылуы деділер. Мақсады есе фаал қырымдатарларының сустырылмасы. Мартның 27-сінде ешғал етілген Қырымда күтлеви тынтувлер кечірілді, нәтижеде 24 қырымтатар яқаланылды. Ешғал махкемесі эпосыны майысының 15-не қадар тевқиф етмеге қарар алды, алазарда олар Русия Федерациясында бұлыналар. Қырымтатарлары Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир дини тәшкилатында іштирак ве тәшкилетуде қабатланыла. 166 балаға бабаларны қайтарынас. Бұттун дүнияда қырымдатарларға қол тұтмақ үшін бірдемлік акциясы өткерілмекте. Мартның 27-сінде тынтувлерден сон 24 қырымдатар сақты қабатлардан себеп тевқиф етілді. Бұл фаалер сияси мобюслер ве оларның қоранталарына ярдым етеді. Акцияда Қырым, Литония, Русия, Тюркия, Италия сәкенлері іштирак еті. Украина тыш яйынлав мультимедиа платформасының UATV телеканалы хадимлері де артаққа алмайып акцияға қошылды. Торонто, Канада фрегі ве Санта-Мария, Испания фрегті бір афта деваманда қарады назды деврие еткен сон Одесса лиманына келіп чықтылар. Гемелер капитанлары Мали мемурлар Украина арбиденіз құветлері темселжелерінен күріші жеклер. Қайдетмелеміз ке гемелерді кезінтіге де чықмақ мүмкін мұнда гемелер апрелінің 4-інде қадар бұлындылар ве сонра қарадыны сувларында Украина арбиденіз құветлері гемелерінен берберлікті PSX турының талимлерінде іштирак етежеклер. Талимлерінің мақсады Украина вен НАТО арасында іш бірлігіні құветлештірмектір. Авропа инсан ақылары махкемесі 2014 сенесі Донбасс үстінде көкті МН-17 қазасы нәтижесінде елі қолғанларының туғанлары 380 шекет бергені ақында Русияны хабардар етті. Дава 14 мемлекеттен өлгенлерінің ақырабалары тарафындан açıldı. Олар Русия доғрудан яда
Васталы оларақ учак қазасында қабатлы олғананы тұшыне. Айрыжа қазанын тақиқ әтілігі үшін озыне алған мечбуретлеріні ярыне кетірмеді. Малайзия ава yollarının Boeing 777 uçağı 2014 senesi yılının 17'sinde urup düşürüldü. Uçak Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a uçaydı. Uçaktan olğan 298 insan helak oldu. Halkara Taqiqat Gruppası linerinin bu kompleksinden uçurulğan raketi ile urup düşürülgeni hakkında bildirdi. Kompleks Donbass'ın işgal etilgen topraklarına Rusiyadan getirilgen edi. Moskva qabatını inkar etti. Karadenizd'de gemiler bulunduruluğunun artırılığı treningler, ortak talimler ve malumat alıp berüvü. NATO Ukrayna ve Gürcistan'a yardım etmek için tedbirler programmasını tasdikladı. Bu vaxtaki içinde NATO baş katibi Jens Stoltenberg Washington'da Harbiy siyasi birleşmenin 70 yıllığı münasebetiyle ötkerilgen oturuş vaxtında bildirdi. NATO azam memleketlerinin tışkı işler nazirleri Rusiyadan diğer memleketlerge dair tecavüzi siyasetinin toxtatılmasını talap ettiler. Rusiya Kırım'ını işgal etmek için kuş kullandı ve bölgede öz harbiy kuvvetlerini artırmağa devam etti. Moskvadan kanunsuz surette zapt etilgen Ukrayna harbiy dengizcilerinin azat edilmesini talap etemiz. Al-hazırda NATO harbiy deniz takımlarının birisi Ukrayna ve Gürcü gemileri ile beraberlikte Kara Deniz'de devriyecilik etti. Şunun için bu mühim bir bölgede öz ordumuzun bulunduruvunu artıracağımız. Büyük Britanya sekinleri memleket Avrupa Birliği terkibinden çıkan sonda Avrupa Birliği memleketlerine vizasız ziyaret edebilecekler ama tek kısa müddetli seyahatler için yarım yıl devamında 90 günge. Bunun hakkında Avrupa Birliği Şurası ve Avrupa Parlamenti anlaştılar. Haber etili onların resmi saytlarında. Endi ise vesikağa mebüsler kol tutmak gerek. Birliknin kaydelerine göre vizasız rejim karşılıklı olarak berili. Eğer de Büyük Britanya aynı böyle şartlar Avrupa Birliği'nin azam memleketleri için vermese Brüksel anlaşmanı yanıdan bakıp çıkmak mecbur olacak. Bugün de Londra Brüksel için memleketinin Avrupa Birliği terkibinden çıkığı hakkında plan vermeli. Ama bundan evvel o Britanya parlamenti mebüsleri tarafından kabul edilmek gerek. Leyhağa kol tutmağa takdirde memleket Avrupa Birliği'ne April'nin 12'sinde terk etmek gerek. Eğer de kabul edilse Brexit Mayıs'nın 22'sinde olacak. Kiyevdeki Kırım Birdemligi mart'ın 27'sinde olup geçken tintuvlerge bağışlanğan Merasim Kırım evinde bu hafta geçti. İlhaqның fiyatı Aya degen film taqdim etildi. Bundan da gayrı Kırım'dan taze haberler seslendirildi. Skype vasıtasıyla Kırımlı adliyecilerinin sübet kuruldu. Bundan da gayrı misafirler arasında Kırım'da çalışkan jurnalistler, faaller ve milli meclis vekilleri var idi. Böyle gibi Merasim Ukrayna cemaatçılığı Kırım'daki repressiyalar hakkında da ziyade bildirmek için yapılan. Hatırlatam, mart'ın 27'sinde Kırım'nın birkaç rayonlarda kütlevi tintuvlar geçti. Onun neticesinde 24 Kırım tatarı yakalandı, 55 bala babasız kaldı. Umumen 166 balanın babaları hapishanelerde buluna. Biz ervaqt siyasi mebuslarının kurantalarini emmaliyvi informasyon şeklinde desteklemeye tırışamız. Onun için böyle Kiyevli Kırım Birdemligini geçiremiz. Ukrayna devleti ve Ukrayna cemaatçılığı öz güçlerine göre tırışmalar yapa. Bu şimdi yakalanğan adamların kurantaları özlerini yalnız duymasınlar dep pek mühim. Berlin'de Putin reyneleri Kreml'nin Ukrayna siyasi mebüsleri filmi gösterildi. Film Rusya tarafından siyasi sebeplerden kanunsuz hapisке alınğan Ukrayna ve Kırım Tatarlar hakkında hikaye etti. Ayrıca azat etilgen Ahtem Çigoz ve Gennadiy Afanasyev'nin hikayeleri gösterilgen. Film müellifi Polonya jurnalisti Petr Malinovski Almanya Bundestagı mebüslerinin kuruşken vaxtında o Kreml mebüslerinin sayısı hep artkanını kaydetti ve Rusiyaga karşı halkara baskını arttırmağa rica etti. Film gösterilgen son Berlin'de Ukrayna siyasi mebüslerine kol tutmak için flashmob geçirildi.
Киев рус транслитерациясы яране Украинже Киев. Даниянын экинжи эн буюк авалиманы булун Украина пайтахты адынын yazılышыны түзетті. Бұқта авалиманын мудиры Даниядаки Украина элчисіне мектупте язды. О білдірді ки эвел транслитерация янлышы да 2018 сенесі октябрь айында Украина тышқы ішлер назерлігі корректюэ хэштег или жанлы кампанияны башлады. Олар четел күтлеви хабер васталарына ве ширкетлерге шәрінің доғру язывыны Киев гедініштірмеге рейджанен мұраджат етті. Бұл вақыт ішінде бірчоқ ширкет Украин пайтақтының адыны доғру язы башлады. Шу жүмледен Литония, Кипрс, Копенгаген, Будапешт, Гданск, Вильнюс, Бухарест, Истанбул авалиманлары. Киевден Лиссабонға жаяв Украин Валентин Черненко 5.000 километр месафені кечежек ола. Португалия пайтақтына йолыны бутун Авропаны бойлап кечежек. Шу жүмледен Краков, Виана, Мюнхен, Милан, Марсель, Барселона ве Мадрид. Йолда 200 күн кечіріп рекорд этежек ола. Украинанын эн буюк екене жаяв юрышы. Шунын ичун бутун вақыт девамында onun юрышыны экспертлер көзетежек. Йолжылыққа сиятчы туфғанлары якынлары ве достлары озғарды. Құрметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз да дачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.